аймақтардың, Қазақстан аймақтардың туристік имиджі мен бренд деген тақырып таңдап алдым мен, қалыптастыру мәселелері деп. Бізде соңғы уақытта осы тақырыптарда бірнеше нелер жасап жүрміз, жұмыстар жасап жүрміз да, жаңағыдай диссертация жазылмағанмен да бізде магистратура жоқ қой, бізде дипломный работа дейді, дипломдық жұмыс жаздыртып жүрміз. Енді бізде міне осындай тақырыпты қарап отырмыз, туристік имидж бен бренд қалыптастыру мәселелері деген. Қазақстан геологтары. Санат жауып тастайсың ба, несін? Дауысын. Әуелінде имидж бен бренд деген сөздерді қарастырсақ, бір минутқа. Да, алло. Здравствуйте. Мен қолым тимей лекциядамын. Так. Әуелі мына имидж бен бренд деген сөздің несін қарастырсақ, мына имидж деген енді бәріңіз де білесіздер ғой, бұл даралық деген сипатты білдіреді. Имидж енді бұл танымал тұлғаның немесе заттың анықталған бейнесі. Ағылшын тілінен аударғанда келбет, бейне деген мағына білдіреді екен. Одан кейін имидждің өзінің үш мағынада, туризмде үш мақсатта қолданылады дейді. Бірінші мақсат бұл географиялық құрамдас бөлігі табиғи мұраларда, кез келген мысалға регион, географиялық нысан, ол басқа региондарда кездеспейді. Солай ғой да, Күләш апай? Бізде мысалға Алакөл басқа елде жоқ, например, Балқаш басқа елде жоқ, немесе Сарыарқа деген сияқты. Міне сол біздің имиджіміз болып саналады да, Алтай тауы, Батыс Алтай таулары біздегі, тағы басқа ішіндегі нелер, құрамдас бөліктер. Одан кейін екінші мәдени құрамдас бөлік деп аталады. Бұнда мысалға адам қолмен жасалған мұралар, бұларда имидждік орын алады. Мысалға Ұлы Қытай қорғаны, пирамида, Тадж-Махал сияқты. Басқа елде ондай имидждік, мысалы Қытай десек, міндетті түрде Ұлы Қытай қорғаны десек, Қытай есімізге түседі. Тадж-Махал десек, Үндістан есімізге түседі. Сондай сияқты бізде имидждік нысандар бар Қазақстанда, бірақ олар жеткілікті деңгейде дәріптелмеген. Бізде мысалға ең бірінші жақсы бір халық танымал, Қазақстан халқына танымал нысан ол біздегі Қожа Ахмет Яссауи баба кесенесі. Арыстан баб кесенесі. Бірақ жеткілікті деңгейде бізде ол дәріптелмеген, шетелдіктерге өте қатты танымал емес. Үшінші, бұл этникалық құрамдас бөлік, бұнда енді өңірді белгілі бір қауымдастық ретінде мекендейтін халық тұрады өңірде. Бұнда жаңағы бұл этникалық қауымдас бөлікте, мысалға қазақ халқының ерекшелігін, қазақтың этникалық мәдениетін, ерекшелігін, басқа ұлттардан айырмашылығы, мысалы көшпенділер деп, немесе ұлы дала елі деп қазір көптеген слогандар қойып жүрміз ғой. Сондықтан да бізде Қазақстанда сол қазақ деген ұғымды, немесе қазақ деген қазақ ұлтының ерекше, мысалы кухнясы болса да, гастрономдық ерекшеліктері, гастрономиялық ерекшеліктері, тағы басқа ұлттық тағамы, жаңағы айтып отырған салт дәстүрі, ойындары, тағы басқалармен қазақ халқын ерекшелендіріп отыратын біз имиджді қалыптастыру керекпіз деп есептейміз. Бұл енді брендинг, бұл мықты және бәсекеге қабілетті брендті құруды мақсат етіп қоятын, оны қалыптастыру, дамыту, басқару үрдісі. Бренд өзінің сыртқы келбетінің тұрғысынан нақты бір өнімді, қызметті, құбылысты, іс-әрекетті сипаттайтын символ. Бренд символсыз болмайды, демек территорияда өзінің әлеуетті тұтынушыларына танымал символға ие болғанда ғана нағыз брендке айналады дейміз. Тұрғыдан алғанда мына бір шамалы нелер ақпараттар дайындадым. Бұл жаһандану жағдайында ел, өңір, жеке бір қала өзінің тартымды имиджге және өзге құрылымдардан сапалы айырмашылықтарға ие болуға мүдделі. Сондықтан мынау қазіргі дүние жүзінде ақпарат көлемі мен ағымдарының жылдам артып келе жатқанын назарға ала отырсақ, аймақ құрылымдарын, басқару органдары ақпарат нарығында түрлі мақсаттағы аудиторияларға, инвесторларға, кәсіпкерлерге әлеуетті
мынау резиденттерге, туристтерге және басқа да жергілікті тұрғындарға арналған өңірдің жиынтықты жүйеленген келбетін көрсете алатындай деңгейге жетуі тиіс. Енді бұндай мақсатта мынау қолданбалы бағыт аймақтық брендинг үлкен дамытуға, осы аймақтық брендингті дамытуға керек деп есептелінеді. Жалпы брендинг, имидж деген ұғымдар бізге мына 20 ғасырда келген ұғым болып саналады. Так, бұл енді аймақтық имидждің өзі мынау міндетті түрде символ болу керек. Бірнеше географиялық келбетке қарағанда имидж негізінен бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан бір саяси, әлеуметтік, мәдени, экономикалық мақсаттарда қалыптастырылады. Сондықтан міндетті түрде брендті тек қана көзбен шолу көріністері, бейнесі, аты, символы, белгісі тағы басқаларды ерекше назарға аламыз. Енді мынадай схеманы қарастырсақ, аумақтың кешенді брендін қалыптастыру деген. Бұнда енді кешенді брендті үшке бөлдік. Бұл енді аумақтар жайындағы сыртқы көзқарастар, одан кейін өңірдің әлеуметтік-экономикалық, саяси және басқарушылық шешімдері, сосын өңірдің объективтік сипаттамалары. Бұлар бір-бірімен өте тығыз байланыста және туындап отырады. Мысалға, аймақтар жайында сыртқы көзқарастар, бұлар үш негізгі неден тұрады: имиджден, беделден тұрады да, оны уақыт реттеп отырады. Мысалға, міндетті түрде белгілі бір жақсы тарихи ескерткіш салынатын болса, ол жаңағы шынайы келбетіне байланысты бедел, имиджға ие ол уақыт өте келе өзіндік жаңағыдай үлкен нелерге жетеді. Мысалға, бұндайға Тадж-Махал ескерткішін, ұлы Қытай қорғанын, пирамиданы, тағы басқа көптеген ескерткіштерді келтіруге болады. Уақыт өте келе өзіндік жаңағы әлемнің 7 кереметіне айналғандары бар, кейбіреу жойылып кеткен, жойылып кетпей қалғандары бар, осындай сол елді айшықтап тұратын. Одан кейін міндетті түрде осы объективтік сипаттамалар әлеуметтік, экономикалық, тарихи, мәдени, физикалық, географиялық деп аталатын үшнеге сәйкес келеді. Міне, үшеуі бірігеттағы кешенді географиялық келбетті береді. Географиялық келбеттің символикалық көрінісін осылай бере алады деген осындай аумақтық брендті қалыптастыру схемасын жасадық. Енді территорияның 5 имидждік позициясы бар. Бірінші аса тартымды имидж деп аталады. Бұған енді адрестік топтар тарапынан өте жоғары сұранысқа ие болады имидждер. Позитивті имидждер бар, әлсіз имидждер бар, қарама-қайшылықты имидждер бар, негативті имидждер бар. Біз енді осының ішінде біздер позитивті имиджбен әлсіз имиджге тоқтала кетсек, позитивті имиджге бұған енді бізде енді аса тартымды деген имиджге ие болатында біздің географиялық нысандарымыз бар. Солай ғой. Содан кейін позитивті имиджді де туындаттырып тұрған бізде нысандар бар. Енді әлсіз имиджге келтіретін болсақ, мысалы көптегенде өзіміздің Ақтөбе облысының мен тұрып жатқан регионды алсақ, бұл енді әлсіз имиджге жатамыз біздер. Оны ешқандай да несі жоқ, құпиясы несі жоқ. Біздерде жарияланым төмен, инфраструктураның төменгі құрылымдары тағы басқа. Бізге әлі көптеген сондай жұмыс жасауға тура келеді. Енді мынадай слогандармен берген, Египетті, Чехияны, Непалды, Ирландияны, Кипрді, Финляндияны беріп тұр. Енді сол слогандарды, мысалы, Египетті алатын болсақ, сұлулық мәңгілікпен кездесетін орын деп береді екен. Чехияны әдемі курорт деп береді екен. Мынау Кипр бар, Афродита құдайлар отаны. Сосын Финляндия қысқы жұмақ деп береді. Ондай өте қысқа болу керек дейді слогандар. Осындай бізде мысалға біздің слоганымыз Ақтөбеде. Ақтөбе құтты мекен деп аталады. Бірақ енді әр қарай қалай ол ашып тұр ма, әр қарай тағы да қажетті етеді ма, оны енді әрі ойлануға тура келеді. Жалпы алғанда қолданыстағы имидж диагностикасы мақсаты таңдау, жаңа имидж қалыптастыру, қолданыстағы имиджді нығайту, имиджді жаңарту, имиджді өзгерту, түзету, осындай тапсырмалардан, әдістерден, құралдардан тұрады.
Жалпы алғанда енді мынау аймақ брендінің өзіндік үлгілеріне келетін болсақ, бұнда міндетті түрде атрибуттардан, орындардан, даралық, мән деген ұғымдардан тұрады. Осылардың бәрі келеді да географиялық орны, аумақтың табиғи ресурстық әлеуеті, елдің ұлттық және мәдени ерекшеліктер, аумақтың бірлігі деген. Содан кейін геральдика деген тармақтармен біріктіріледі. Жалпы территориялық даралық деп айтамыз ғой, енді имидж дегенде даралық сипат, ерекше сипат деген. Бұнда енді танытатын ресми сипаттамалар енеді. Біріншіден бұған айтарлықтай территорияны анықтай алуына мүмкіндік беретін картадағы орны, қай елге жататындығы, елтаңба, ту, әнұран, тағы басқалар, фотосуреттер болсын, төлқұжаттар болсын, бұлар да негізгі маңызды болып саналады. Екіншіден, территориялық даралық территорияның ерекшеліктері мен ресурстар жиынтығының сипаттамасын қамтиды. Аталмыш жиынтық объективті түрде жекеленген бір адамға тәуелсіз түрде қалыптасуы керек. Үшіншіден, жалпы осы технологиялар, әріптестердің сенімдері бұны ұйымдастыру циклына жатады. Жалпы тартымдылығы жағынан алдыңғы орындағы мынау мен интернеттегі жалпы әлеуметтік сұраныстардың несінен қарадым. Осындай әртүрлі опростар деймін, сауалнамалардың негізінде қарастырдым. Соңғы кезде танымалдылық жағынан алдыңғы орындағы мынадай аймақтар болып саналады екен. Нұр-Сұлтан, Алматы, кірмей қалып тұр аймаққа. Мысалға, Қарағанды облысы дегенде міндетті түрде Балқаш, Қарқаш, Сарыарқа ғой енді. Сарыарқа, Ұлытау жаңағы аймақтар кіреді. Қызылорда облысы дегенде бұл жерде ең бастысы Байқоңырды алады екен. Ерекше аймақ болып саналады. Арал теңізі мен Байқоңыр. Ақмола облысы деген енді Бесенеден белгілі. Шығыс Қазақстан. Қалған облыстар жалпы аз насихатталған, өте аз насихатталған региондарға жатады екен. Так, енді мынау сол региондардың суреттері, ол суреттерді бәріңіздерді білесіздер, күнде барып жүрген жерлеріңіз. Сондықтан мынадай жалпы бренд әзірлеудің кезеңдері бар. Бірінші кезеңде мынау бірінші қадам кешенді географиялық келбетті қалыптастыру үшін өңірді зерттеу және территорияның сипатты да қайталанбас ерекшеліктерін анықтау. Екінші қадам географиялық келбеттің символикалық бейнеленуі, шынайы символдардың дейді. Үшінші қадам географиялық келбеттің интерпретациясы, олардың кеңістіктік жіктелуі. Ал төртінші қадам негізгі тіректік дейді, опорный, туристік аймақтарды бөліп қарастыру деген ұсыныстардан тұрады. Осындай бәрі географиялық неден. Енді біздің Ақтөбе облысы бойынша қарастырсақ, мына қарапайым қазақтың ойына дейді, Ақтөбе облысы деген сөзді естігенде не келуі мүмкін дейді. Енді көбісіне айтқанда мынадай сөз келеді дейді. Бұл батыстың бір ірі қаласы, бас қаласы, өнеркәсібі дамығандың бірі деп. Сосын заводтардың шоғырланған аймағы, немесе минералды шикізат базасы мол аймақ. Кейбіреулер ойылдың ақтарысын есіне түсіреді екен, Шығанақ Берсиевтің кезіндегі рекорд алған. Бірақ енді бұлардың бәрі біздің немізге туристік имиджімізге үлкен әсер ете алмайды. Негізі көбісіне мына сауалнама жүргізген уақытта студенттер арасында бұл енді Ақтөбе облысында ештеңе емес, бір сұрғылт өңір, алыс, салқын, қысқы өңір деп береді. Сосын кейбіреулердің естеріне футбол командасы түседі. Соңғы кезде мынау қала ішінде тарихи ғимараттар сақталмаған, аз сақталған ескі тарихи ғимараттар дейді. Енді оған да кейбіреулермен келісуге болады. Біздегі ең ескі ғимарат 1905 жылғы ғимараттар, дореволюционный, революцияға дейінгі шамалы ғимараттар бар, аз бірақ. Одан кейін ең қазіргі уақыттағы енді мынау тұлғалық дегенге келетін болсақ, Әлия мен Димаштың туған жері деп есептейді. Көбісіне мына Димашқа байланысты, әсіресе мына халықаралық нелер өте көп келіп жатыр екен. Кешеде туризм несінде болып едім.
отделында бөлімінде сонда айтып жатыр, Димашқа келгенде Димаштың туған жері қандай екен, соны көргіміз келеді деп отырған. көргісі келеді. Өте көп келді дейді. Міне сол секілді мына енді Әлияны айта алмай, Әлия енді біздің Ұлы Отан соғысы кезіндегі не ретінде бір ерекше тұлғамыз ғой, ол символ ретінде қалған. Енді Димаш енді қазіргі уақыттағы живая легенда деп айтуға бола ма, мынандай қазіргі уақыттағы шынайы бар адам болып саналады. Қуат аға, мен лекцияда едім. Так, енді мынау біздің Қазақстанда дамуы тиісті деп аталатын бір 7 нені таңдап алдым. Іскерлік туризм, мәдени туризм, діни туризм, шытырман оқиғалы жағажайлық туризм, емдеу сауықтыру туризмі, содан кейін этнотуризм, ауыл туризмі деп аталатын туризмдер. Енді осының ішінде ең негізгі бір-бірімен өте байланысты нәрсе ол этнотуризм мен ауыл туризмі. Сосын шытырман оқиғалы, үшеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Келесі енді мынау туризм саласындағы бәсекеге қабілеттілік деп айтамыз. Бәсекеге қабілеттілік бойынша біздер енді ортан белінде, мынау ең төменгі жағында жүрміз. Бұл схема, бұл карта схемадағы рейтинг әлде өзгеретін шығар. Біздің дамуымызға байланысты, ары қарай туризмді алып кетуімізге байланысты бұл түсте бізге қарай оң нәтиже беретін шығар деген ойдамын. Одан кейін Қазақстандағы сұранысқа ие туристік аймақтар, бұлардың бәрі мынау нақты деректерден алынды. Сұранысқа ең көп ие аймақ бұл Алматы облысы, Алматы аймағындағы тау кластері, тау шаңғы кластері, сосын Шортанды Бурабай курорттық аймағы, Алакөл, Баянауыл, Имантау курорт аймағы, Балқаш көлі, Шарын деп айтады, бөле жеке берікті Шарынды, Түркістан, Маңғыстау жағажайлық туризм, Нұр-Сұлтан қаласы. Не осындай ерекшеліктер бар, сұрақтарыңыз болса жауап бере кетейін. Бізде енді не бойынша туризмнің барлық мәдени, экономикалық, психологиялық барлық себептері бар ғой. Сондай ерекшеліктер. Сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет. Сұрақ жоқ, бірақ өте жақсы. Енді пікірімізді айтсақ, мынау біріншіден жалпы барлықтарыңызды географтар көргенімізге қуаныштымыз. Айгүл, Карима, Анжақтар, Арман отыр. Енді жалпы тақырыбыңыз өте жақсы. Мынау Қазақстанға байланысты оның аймақтарының туристік имиджін көтеру деген ол үлкен мәселе ғой.